Осы Қостанай атырабында тұратын ағайын туыстың басымыз жастарды үлкен болып бір-бірімізді көбіне танимыз, әсіресе жастарды бір-бірімізге таныстыру мақсатында бас қосып отырмыз. Ал енді сондықтан бір-біріңізді танымасаңыздар қысылатын ештеңе жоқ, тұраңыздар. Оның сыртында қазір кеш басталғаннан кейін жасыратын ештеңе жоқ. Біреуді біреу біледі, екінші біреу білмейді. Сондықтан бәленше күрешелік кезек-кезегімен айтпай-ақ қояйық. Осы жерде қай ағайын болса да өз әулетімен, бір әулетпен екеуден үшеуден келіп отырмыз. Кезекпен мынау ортаға шығыңыздар, микрофонды қолдарыңызға береміз. Қысқаша түрде әрқайсымыз өздеріңіздің кім екендіктеріңізді, балаларымыздың кім екенін, қай балаларымыз қайда тұрады, соларды қысқаша түрде айтып өтіңіздер. Ондағы мақсат бүгінгі біздің жиналып отырған себебіміз бір-бірімізбен танысу. Танымай жүрген туыстар бір-бірін білсін деген мақсат. Құр ортақ жиналып, ас ішіп, я болмаса басымызда отқан береканың соңғысында танысқан жеткен болмайды. Что налейте голову? Sizde mi yaklaşın? Bu bahçede çocuk. Хорошо, довольно содержать. Как ты? Gelsin gel. Zakke. Kaç koy. Anasını böyle götürdüm. Birbirine hansını götürdüğüm adamdır. Қазақтың екінші мекесі Түркіәлемнің қасиетті Түркістан қаласында жерленген 7 адам негізінде нақты дәрежеге. Кейіннен бірнеше аталарымыздың жерленген туралы деректер шығып жатыр. Бірақ нақты мемлекеттік реестрге енгізілген 7 адам. Сол 7-нің біреуі біздің атамыз Теңізбай батыр. Енді білмейтін адамдарға түсінікті болу үшін айта кетейік, мерген атамыздың шын аты Теңізбай. Ол кісінің жаңағы атқышы қасиетіне байланысты жаңағы жоғары кезінде ол кісіні Теңізбай деп атап кетті. Мынау 1999 жылы Теңізбай атамыздың басына белгілі болғандағы bütün мемлекет кадрлар арасында қарап одан кейін жақында түсірілген басқа да кадрлар бар, оларды президентінің өздерінің залымызға ұстатын болады. Мынау дастархан басындағы әңгімеге кедергі жасамасын деп музыкасын алып тастадық, оны айтып көрмеймізді. Кез келген мерген баласының мақтан алатын екі дүниесі бар. Біреуіңіз білесіздер, біреуіңіз білмейсіздер. Қазіргі Жангелдин ауданының орталығы Торғай қаласының тұрған жері біздің мерген атамыздың ата қонысы. Ал екінші мәселе, ең бастысы, ол біздің мерген. Осы нені еліміз Apam şaşı batın. Arkadaşlar konumuz şaşı olsun. Alındı bunu, arayındır bunu. Allah razı olsun. Arayındır bunu avliyetimiz. Mehmet avliyetinin, Orman avliyetinin avliyeti. Solduktan
менің көкем бар. Одан кейін Әбілқайыр сосын менің атым Бақыт, мынау Нәби, анау тұрған Рамазан, анау Олжағас, Майраш, Дания, сосын Гүлдана, мынау үлкен менің шешеміз біздің. Нұрғалидің кемпірі Гүлбаршын аты. Мына менің үлкен ұлым Дәулетбек, мына Жомарттың ұлы Құрманғазы. Ал ағайындар, бұл мынау біз осында болғаннан кейін мен өзім былтыр мынау атамыз өзіміздің абайымыз атамызға не қылған кезде осы мынау менің Бақыт дегенімді менің барғанымда айып Байек ағамның сонда айып тұрмайды, аға осы біз балаларда бір-бірін танымай сондай ой ұстап сосын барып осы ойладым, біз неге балалар осы жердегі бір-бірімізбен таныспаймыз деген ниет болды. Ал енді ниетіміз артық болса оған кейін айыпқа бермейсіздер. Тарайтын төртінің үлкені Нұрмағамбетке туған өзде дейтін атамыздан тарайтын Бекболат дейтін бауырларыңыз мінекі орталарыңызда тұр. Қазіргі сол әулеттің үлкені осы азамат. Ал мынау енді қасында тұрған Қамбар әкемізден тарайтын қалай жатқаныз, қалай жатқан қазір тілерін айтып, батасын берсін. Аты сау. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu Resulullah. Ey Allah, әрқашанның жарылға осы бас қосып отқан менің бауырларым, мерген ұлының тараған осы тұқымын Алла әрқашан тілден көзден сақта, бірліктерін алмай әрқашан осылай бас қосуға жаза көр. Дендерің сау болсын. Бойдарыңда жандарың түгел аман болсын. Қой іште бойтарбай жұмыр қалаған заман болсын. Алла көпке берсін, бірлік берсін, береке берсін. Осындай бас қосқан өмірлерің ары қарай жалғаса берсін. Алла тілден көзден сақтасын. Менің жасымды берсін, абыройымды берсін. Кешегі бастарымды қосып, басына үй көтеріп, бата алған бабаларымның аруағы сендерге жалғасын. Әрқашан Алла сендерді жарылқасын. Жар иесі құдірет, қайған бәрі Мұхаммед, қол жайып отқан менің бауырларымның Аллам, етілеріңіздің қабыл ет, мен берген батамды қабыл ет. Аллам, бүгін өлсем мұздаға Аллах Алламын. Алла сендерге әрқашан жар болсын. Аллах қойар болсын. Ал енді кеше атам басына барғанда, осы ұлдар бірігіп тұрып атам басын көтердістіріне бір ауыз сөз оралып. Соны айта салайын. Ал енді артық кейін болса кешіріңдер, мен 86 айының кәр адам. Ұлдарға қалыпқа сенген. Қонақтар ауылында тұрып, жаңа алдында айтып кеттік, Токин Қамбар әкеміздің қызы, Көке әулетімен. Ағайын туғандар, біз енді әулет бойынша танысқанымыз орта мектеп берген боламыз, бергеннен осы күнде тағылып тұр. Біз Жұмабай әулетіндерін, Жұмабайдан 3 ағайындық, 2 қыз бала, 5 баламыз. Соның ішінде үлкен Жалғасбек, мектепте жаңа келмей қалды, осы тоғызда Алтынсарболанда тұрып, одан кейін мен ортаншы мен Жалғасбай есімін, Жалғасбек деген 2 ағайындық, 3 ағайындық қалашын қабилетін деген. Мен ортаншы болғанда кішіміз еңкейген Қалимадан ортамызда тұрған. Одан кейін Азамат Қалиманың баласы, одан келініміз бар, одан кейін Қалаштың қызы болады,
кездесті. Одан кейін қалашы жолдасы ең жетті тұрған ең жолдасын. Енді қыздардан отарды үлкен қарындасымдай ол айтып болды. Содан кейін барып Жанат деген ол келінді ма жанды. Онда немерелеріміз көп. Немерелеріміз осындай басқосуларымызға өткен көп рахмат. Елдеріміз сау болсын, тек қана қуанышты жатақында естейік, басыма болар көре болсын, ағайындарымыз ұрпақтарына былай жалғаса берсін. Рахмет айтамыз. Қадірлі ағайын, отырыңызды рахмат сөйлейік. Қадірлі ағайын, бізден де сол уақыт кейін адамды өзі баласының Құттыбай тәрбиесінде болып өстік. Құттыбай Құттыбай. Сағабек шалдың үлкен немересі болған. Енді шешеміз Таран ауданында тұрады. Інілерім бар. Бірінің осы Қарада тұрады. Өзінің жағында Құттыбайдың жалғыз баласы болған. Жұмабай деген, Жұмабайдың семьясы сол менің жағында Павлов деген ауылда тұрады. Өзіміз жеке жұмыс істейміз. Бүгінгі енді мүмкіндігіміз беріп қатысып отырғандарымыз өзімнің жолдасым Жұмагүл, осында Сәлімжанның үлкен немересі Мейрам, сосын қызым Алтынай, бірге өзімізбен бірге тұрады. Енді үлкен ағаларға, жеңгелерімізге, үлкен аналарымызға осындай мерекеде жақсы көңілде басараңыз болсын, барлығыңызға да амандық тілеймін. Той қуанышта басымыз қоса берсін. Үлкен рахмет. Son yıl nemresinin bir canlı Askabet Balbay'ın vasıfları al, bunlar böyle sürümümüz tutma ben bizge otbasımızға қуаныш жақында kesin үлкен үлчәлі балалар мынау бүгінгі мейрамдарыңыз құтты болсын, қайырлы болсын, ұзағынан болсын, тойларыңыз тойлау басына берсін, амандық, саулық болсын, осындай бас қосатын жиынымыз көп болсын, уайымымыз жоқ болсын, сөйтіп қаңып жатамыз ғой. Жастар қайтып жатқаны ғой. Енді үлкенді келгесін, мынау ұмыс бала үйреткен да, үлкендер артына қатжаясын деген мынау күн баласы деп қайрамадас кеткен адам үлкенді келгесін, мынау ұмыс бала үйреткен да, үлкендер артына қатжаясын деген мынау күн баласы деп қайрамадас кеткен адам. Құрметті туыстар, ағайындар, екеуіміз бүгін Қостанай қаласында өзіміз мерген әулеттері бірге бас қосып танысуды өтіп отырмыз. Осы кешіміз ойдағы өтетін болсын. Ал келіп қалған мерекелеріміздің бәрімізді де тәуелсіздік мерекесімен құттықтаймын. Бәріміз аман болайық, енді сау болсын, денсаулығымыз мықты болсын. Енді танысып өтетін болсам, мен Молдахметов Биғали деген кісінің баласымын, Қостанайда тұрамын. Мына кісі менің жолдасым Айшагүл. Мына қызым Астанада магистратурада оқиды, Еврейский университетте. Біз өзі 10 ағайындымыз, бұнда мен ғана тұрамын, бір ағам қайтқан, қалғаны Астанада, Торғайда тұрып, осылай жүріп жатырмыз. Осындай біздің бас қосуымыз көп болсын, денсаулығымыз мықты болсын. Ал енді не айтамыз, маған бері айтып атқан жерге қосыламыз. Бас қосып айтып жатырғанымызға рахмет айтамыз, ұйымдастырып атқан ағайындарға. Мерекелер құтты болсын, табысты болыңдар. Әрқашан да осындай үлкен дастарханда келісіп Al kurulda Ruslar bana ben ayaklarına kırtıyorsun. Ben kuyuğu tanışlar Uşak Sektin oğlumun Uşak Amirgali'nin nemересімнің ben bölgende Uşağımız ғой. Мынау біздің асыл анамыз Елена Ивановна. Мынау менің жолдасым Эльвира Қанжығалы Әлібек Сарыкөлдің қызы.
мен балаларым Ирхан, қызым Радмила, енді әкемнің 3 баламыз, 2 қыз, Жанна, үлкеніміз Жанна, кішіміз Гүлсім, екеуі Алматыда тұрады, Қостанайда салқын деді. Балалары бар, жұмыстар істеп жатыр. Бәріміз аман болайық, сау болайық. Келатқан мерекемізбен болса жыл сайын кездесе берейік. Ертең мынау енді кішкентай зал бол, бәрін болса 500-600 адам десе зал бізге орын болмасын, бізге сыйлайды соған. Сол бәріне жасқана тілейді. Мен жаңа ұмытып кеттім, мен өзі 3 қызым бар, бір қызымнан айттым ғой. Үлкен қызым осында Сбербанкта істейді, Россия. Екінші қызым Перизат, үлкен қызым Махаббат атты, Перизат айттым ғой, магистратура. Кішкентай қызым 11-ші класс оқиды, бір алтын белгіге претендент. Мына қызым алтын белгіге бітірген. Мынау енді осы бәріміздің басымыздың қосып отқан азаматтар осындағы үлкен рахмет. Кезінде біздің аталарымыз Торғайда енді мықты ру болатын, ұйымшыл болатын, бір шаруамыз болса бәрі жабылып кететін, 400-500-ге дейін адам шақырып той жасап жүрдік Торғайда. Сол туыс туғандардың арқасында бәрі жұмылып көтерілетін, жабылып кететін той-томаларымыз болса. Енді мынау осы ұйымдастырудың алғы мақсаты да сол, тойымыз болсын, қайғымыз болсын, бәріміз бір жерден табылатын болайық, бір-бірімізге көмектесейік. Сосын әрқайсымыз әр салада жұмыс істеп жатырмыз. Кім қай салада жұмыс істесе, бір-біріміздің шаруамыз болса реттейтін. Сондайға көмек жасап, қолымыздан келгенше көмектесуіміз керек. Туыс-туғандар бір-бірімізді итермей. Мысалы, институтта істейтін азаматтар бар. Медицина саласында қазір жұмыс істеп жүруіне марал отыр. Қашанда көмектестесе, қол ұшын береді. Мен пенсияға шыққаныма 4 жыл, бірақ жұмыс атқарып жатырмын. Өзіміздің туғаным бір торғайлық келіп маған көмектестесе, қолынан келгенше көмектесуге тырысамын. Мынау 2 балам менің облздравательде жұмыс істеп жатыр. Беттерімді қайтармайды қандай көмек сұрасаңдар да. Сосын бізде медицина саласында кім бар істеп жатқан? Эльмира перинатальный центрде жұмыс істейді. Роддомда шаруаларың болса, Эльмира біздің Елена Ивановна аптекада скидкаменен дәрі алғыларыңыз керек болса, болмаса бір дәрі туралы информация алғаным кезінде Елена Ивановнадан сұрауға болады. Енді менің 4 балам бар, 3-еуі Астанада жұмыс істеп жатыр, 1-еуі хирург. Жақында заведующий отделение болды. 2 бала енді өздеріңі Самғали атты. Ағаларының осы жерде отырған. Құдайға шүкір, тәуба дейміз. Кешегі жолы мен бір категорияға қорғау керек болып, телевидениедан бір справка керек болып, сонда маған бір қабылақат көмек жасап, мен сол қабылақаттың арқасында жаңағы жоғары категорияны қорғап алдым. Сол жаңа туыс деген. Сонда қай-қайсымызда болмаса бір-бірімізге көмек сұрасақ, шыққанда жанымыз салып тұрып, сол туыс-туғанға көмек жасауымыз керек. Басқосудың негізі енді мақсаты осы. Мен ойлаймын, осы біздің атқыштың әулеті жаман болған жоқ, елге аты шыққан белгілі. Сонда жаман ұрпақ қалған жоқ деп есептеймін. Солайым жылда алдымыздағы ата-бабаларымыздың атқарған ісі балаларымыз жалғасып, әлгі бір жұдырық болып бәріміз бір-бірімізге көмектесіп, туыс-туғандар. Жаңағы Асқан айтқандай, бұл 100 орындық емес. Енді 4-5 жылда 500 орындық ресторанда бас қосайық. Олар жылда ең бастысы денсаулық болсын, амандық болсын, бір-бірімізді тек тойда бас қосайық. Мезгілсіз Алла Тағала қасіреттен сақтасын бәріміз. Ал қарағарайды, енді шынын айтқанда, мен тек қана қорым көшеден көмір тұрған. Мен Қоянбаев Берік Жұмабайұлының баласы, Жұмабаев Арман Берікұлы, Алтынсары ауданында тұрам, әкем Ерік Рудныйда тұрам. Мына бүгінгі қалай мінекей жақсы бас қосу болады. Жаңа
Дәмді жеңген қарсы өткен осы айтты мен алдым. Дәмді деген кісі мен болдықпен құрсаға бере алсам. Құрметті болғанына. Болады, жаңа апам Катима деген осында таныстырып өтті. Біз 70-ші жылдары осы жаққа көшіп кеткен, сосын көп адамдар тани берген бергендердің туыстарымызды осы жақындағанда таныстырып көріп білісіп жатырмыз. Оған өте қуаныштымыз. Менің есімім Сабыржан болады. Торғай елінде Шайын деген ақсақалды танымаған кісі болмаған. Сол кісінің үлкен немерелерінің бірі болады. Ботабай деген ағайдың баласының ең кенжесінің. Ботабайдан өзі тараған 3 ұл бар. Бауыржан, Абай, Сабыржан деген. Бауыржан деген үлкен ұл Алматы қаласында тұрып жатыр қазір. Еврейский фирманың бір заместитель директоры болып жұмыс жасайды. Абай деген ортаншы ұл Казни деген институттың ғылыми техникасы жобасының заведующий болып жұмыс жасайды. Қазір Қытайда Пекин қаласында командировкада жүр. Алматыдан Бауыржан келе алмады, Абай болса да Қытайда. Содан кейін Сабыржан деген мен Қостанай қаласында бір торговый компанияның заведующий болып жұмыс жасаймын. Қазір жанында тұрған қарындасымыз, ең кішкентай үйдің кенжесі, жалғыз қыз үйде, Нұргүл, осы Қостанай қаласындағы медицинский колледждің соңғы курсында оқиды, биыл Алла аман өмірсі бітіреді. Анамыз Ажаркүл, ол кісі Глазгов ауылында тұрып жатыр қазір, мұғалім болып сол мектепте жұмыс жасап жатқаны 12 жыл болды. Жанында тұрған келін балаларымыз болады, есімі Дариға, Қостанай қаласының Қазпочта деген акционерный обществода бухгалтер болып жұмыс жасайды. Не айтамын, осы ағылатығында қапағын айтып қойған, сесен бақы ақша болады, болды. Қасында жұбайым Күршат, оны жақсыға, ол қолым айтып деген ғазар келесі қосойда тұрамыз. Өзім арғы тоқып, сотымда шай, тәрбеші, бұғат болады. Екі кісі ағайынды кісі, Оралбай ағамыз осы 5-6 жыл болып дүние салып кетті, 67 жасында. Ал өзіңіз балаңызға бәрін айтып шығыңыз енді. Мен Мерген Баяхметтің баласы боламын. Біз бұнда Қостанайда елде кетіп қалғанбыз. Нағашылардың қолында өстім. Сонан кейін осы отырған туыстарын көрсін танымаймын. Енді өте әдеге бармай қояды. Біздің мынау енді Алпатаның баласының Тараннан кейін Баймырзатымыздан кейін Манапайдан кейін Райс деген өлет болған. Райсты өлеті дейміз. Райс әулетінен Жүсіпбек Омарбек деген кісі, Хамитбек деген үш кісі болған. Хамитбек әкемізден жалғыз қыз бар, қазір 80-ге келіп сейті деп отыр, ол кісі жүруге жарамайды, сондықтан мынау неде тұрады, Сосновой Борда тұрады. Одан кейін мынау Жүсіпбектен тараған әулеттен біз енді бұл кісілер үлкен кісілер білетін шығар, Абдрахман, Серікбай, Айдар Қадышев өтір, ол кісілер дүниелік көп кетті, ең кіші мен едім. Ол кісілерден де әулеті бар, Серікбайдан да, Абдрахманнан да, олар Торғайда тұрады. Енді мұнда мен өзі ертелік Торғайдан кетіп қалдым да осы жаққа. Осы жаққа тұрып отырмын, енді менің әулетімнен, менің өзімнің ұрпағымнан, ұлым бар, ол қазір қыздар ғана келіп тұр, мынау Гүлия деген өрмейлі. Екінші мынау мұғалім педагог. Екінші қызым Маралайда Қалуына, жаңа Тәмітпен таныстырып жатыр, халқына. Содан кейінгі мынау біздің жолдас
Kempirim koyayım. Sodan keyin endi o'g'lim prokurorlik sohasida жұмыс істеп жатқаннан кейін ол келе алмады. Енді жаңа айттым ғой мен райыстар әулетінен жаңа Омарбек деп Омарбектен кейінгі Қайрат. Аға, осы тұрған кісілер төрт Иә, осылардың бәрі біздің әулет енді. Солай бола ма? Кетінен таныстырып. Иә, мынау Олжас Раисов Қайранның кіші ұлы. Раисовтардан енді ол қазір бидайық совхозына айтып кіріскендері. Ол кісілер жұрақта еңбек жасап жатқаннан кейін енді мынау солардың қатарынан Қайрат, ең үлкен Қайраттың қыз баласы мінекей, үлкен дәрігер. 6-шы курсты бітіріп жатыр. Келесі жылы құдай қаласа дәрігер болып ортамызға оралады. Одан кейін Алма апалармен таныстырдым ғой жаңа. Батырбай деген жаңағы бекарегіл. Иә, бұл өзі қырғыздың қызы өзі. Орысша сөйлейді. Бішкектен Орал ағамыз сонау қырғыздан қазақ көйінді қырғыз алып келген. Не істейсіңіз? Жаман сондай болған сөйлейді. Сондықтан да бұл кісілердің Жамайка төрт баласы бар. Үшеуі төрт қыз бала тұрады. Үшеуі Алматыда тұрады, екеуі Алматыда тұрады. Жамайка осында мұғалім болып істейді. Ағайдың мамасының екеуі ғана тұрады қазір. Ағамыз жаңа айттым ғой еді. Одан кейінгі. Ал енді жаңағы шекарасын істеп Алма апамыз, Жамал қарындасымыз. Бұна орада мен енді білмейтін адамдар болса өзімді таныстырайын. Менің есім шын атым Азаншап Құрқуан жаңа айып айтқандай Қабылқат. Енді торғай аман кеткен жұрттың барлығы жүреді, онан да қалай десеңіздер де мен көне беремін. Иә, бүгін енді осындай кеш болады дегеннен кейін, шешем келіп отыр, Құдай алдында сынаймызды жаңа бір ағамыз айтты ғой, сол айтқандай. Күнжамал, Рая тәтеміз тұр, Сейді Ахметтен тараған Жамал апамыздың қызы, Жамал апамыздың кеше осы кафеде жылын өткіздік. Рая тәтеміз тұр, Бекмағамбет әулетінен Құлпей Сіберкін ағамызды білмейтін адам жоқ. Мерген әулетінде осы Құлпей Сіберкін ағамыздың қарындасы Раята апамыз тұр. Оның ар жағында тұрған менің қарындасым Бақытгүл, осы Қостанай қаласында тұрады. Одан ары тұрған біздің үйдің хозяйкасы. Ал енді қысқаша түрде таныстырып өздеріңіздің тілектеріңізді айтып өтіңіздер микрофонмен кешінен бастап. Айтқан кезде енді рет солай жатыр. Бұлар мына орада енді ортамызда Рая тәтеміз тұр, Рая тәте. Өзіңіз бір тілегіңізді айтпеңіз. Мынау осы залда бас қосып отырған үлкен кіші туыс туған інілеріміз, сіңілдеріміз, міне аталарымыз, жеңгелеріміз бәріміз бас қосып отырмыз. Осы бас қосуға сондай қуаныштымыз. Танымайтын жастарды танып, біліп, естіп, көріп жатырмыз. Осы бас қосуды ұйымдастырып отырған мынау інілеріме көп рахмат айтамын, қуаныштымын. Әр уақытта осылай басымыз қосылсын, қуанышта, қызықта, ендігі жерде бір-бірімізді танымай тұрмай, танып, кездескенде сонда қуанышты қарсы алып, бір-бірімізбен бауырластығымыз бұдан да көріп сүйіп, әр уақытта амандық саулықта кездесейік. Біздің де жолымызды сендер едің, біз енді жас емеспіз. Мен бүгін емес, кеше 70 жасқа толдым. Ақтөбеде 2 ұл тұрады. Ақтөбеде Боран, Марат деген ұлдардың келіндерімен, немерелерімен осында мені құттықтап 70 жасыма келіп, жаңа өзі мәжілісімен әкеп көріп осында. Білетіндеріңде бар шығар, мен балар білмейді. Бәрі деген ұлым осында ДВД-да істейді, семьясы шестойда тұрап, 2 қызымыз бар тұрмыста, 7 баламыз бар жалпы, алтын алқаны иегеріміз. Сол бір қызым Таразда, бір қызым Торғайда айып өтеген. Ел білет құдамды 4 бай қаперін келіні айып өтеген. Шалым екеуміз дейін. Ал енді мынау, берік столдарда жаңа ортаға қатысқан тұрмандарыңызды, қандай
Ассалаумағалейкум. Бауырлар, Нұрмалыштың ұлы мереке қарсаңында осындай бір жақсы дәстүрді қолға алып, бәріміздің басымызды қосып жатқан мына жердегі ағаларымызға мыңдаған рахмет. Жақтарыңыз түспей жамандық көрмеңіздер. Бұл өте бір тамаша. Тіпті көбіміз көкке екінші бір расында достырған. Өте тамаша сондай мереке болып жатыр. Осы мереке мереке болсын әрдайым. Ал енді Таныстырып жер өзім тез. Қазір мен таныстырамын. Мен өзі тынымның әулетіміз. Тынымнан Омар Өтеген болып қараймыз. Омардан Сұлтан Ахмет. Сол Сұлтанның балалары қазір қалада тұрады. Мынау жанында тұрған Сұлтан атамның ең үлкен баласы Серік. Серіктен кейінгі Болаттан кейін осында Батыр деген ер баласы тұрады. Осы бәрі де қалада тұрады. Ал өздеріңіз білесіздер, Жұмақан Төлеген Бөлеген әкелеріміз туған. Мен сол Төлегеннің баласымын. Есімім Абат. Осы Қостанай қаласында 89 жылдан бастап тұрып келе жатырмын. 2 қызым бар. Үлкен қызым биыл қазір оқуға түсті грантқа. Құдайға шүкір. Мен өзім жаңағы Төлегеннің баласы болсам да, жаңағы Омарұлы Ахметтің бауырында өскенмін. Мектепте 11 жыл бітіргенше фамилиям Ахмет болған. Журналда қарасаңыздар ол жерде Өтеген Абат деген жоқ. Мен фамилиям Ахмет. Ал мен бауырым қазір Серік ағам білемін. Жақын бұлсан сайын. Қайын жақан тұралар. Ғалымжан ағайдың балалары. Ал енді менің өзім 7 балам бар. Үлкен ұлым Астанада жұмыс істеп жүр. Екінші қызым Ақалсын емдеу факультетінде академия кезінде жұмыс істейді. Одан кейінгі қызым Сұлтан 20-шы школда мұғалім болып істейді. Одан кейінгі қызым Гүлдана Қазынайдың филиалында жұмыс істейді осында. Одан кейінгі ұлым осы Қазақтелекомға арасында келіп жұмыс қатырады. Одан кейін келеше ұлым Елена ол Напедеуста мұғалім болып істейді. Одан кейінгі Ердір деген келін ұлым қара шаңырағының иесі Торғайда отыр. Өзім сол қолымдамын. Сол қара шаңырақтың иесі соны жібермейді. Мен өлгесін ғана шығасың деп Торғайдан шығармайды. Әкем аты Жақып, саған өз атын танытайын. Менің үлкен ұлым. Оның мен келіннің қасында. Жолдың азында болдасын. Балдарым бар, әнімге қарындастарым бар деген. Қалымдыра қайтымда бірінші Мына біздің Ғалымжан ағайдың 2 баласы өтейді. Бұлардың 3 баласы қайтты, бір қызы қайтты, 2 ұлы қайтты, біреуі былтыр ғана қайтқан жұмыстан. Мен 2 баласы бар, бұлар біреуі Рудныйда тұрады. Есі үшін айналу. Тыныш Саламатсыздар, мерген әулеті. Мына бүгінгі беріп жатқан астарыңыз қабыл болсын. Әрқашанда бірліктеріңіз ажырамасын. Дос түйіліп, дұшпан күйінетін осындай әулет болады.
Al endi aslarimiz kabul bo'lsin. Adım Yesun'du. Nesilin ayna. Arkasında duran ayna bu Şiile dokup da var. O sıfırlıklarına bak. Annemden aylık olmuşsun. Şiile oyunda yanında aydanmaydı. Basımız arkadaşlarına konuştuydu dostlar. Ağayı kuşlar, başkoşlar koy. Bozdular, uydastırıp yani yıllar tanıyan. Bәрімізді бізде салышпен, отбастарымыз аман болсын. Осындай тойда басымыз қосып жинала берейік. Мынау әсіресе үлкен кісілер отырыңқырап қалып, мына жастар жағы тәрбие қызметін дұрыстап қарап алыңдар. Сіздердің памяттері күшті болады. Біз өйткені сіздер басқа дейін шыққанда танымай қаламыз. Басқарма болып жатыр, мына аға әкелеріне ризамын. Көптен күтемін, осындай қашан болады екен, жастардың басын қосады екендер. Мынау қалада жан-жақта жүргеннен кейін көбісі біріміз танимыз. Негізі өзім мынау Торғайдан Мамат Қанат Сәлімгерейұлы ата-анам сонда өзім мынау жұмыс бабымен Рудный қаласында тұрамын 2011 жылдан бастап. Алматының темір жол академиясын бітірген, темір жол саласында жұмыс істеп жатырмын. Отбасым бар, күн суықтығына байланысты кішкентаймен келе алмады келіндеріміз. Мынау жақсы бақыстама болды. Бәрі осы дендеріңіз сау болсын. Ағайындардың басы әрдайым қосыла берсін. Бұл балалар енді сыныптарды жастарды ортаға жаңаспен кәнеке ағайдар ортаға жастыры өздерін таныстырмай мынасына келгенде ортаға шықпай қалатын ішінде болса өздеріңіз ортаға шығыңыздар. Құлағын алтынсырға есте жүріңіздер. Атақты қазақ халқының мың әні мен күй дейтін жинақта Закария атамыздың бірнеше әні мен күйі бар. Мәдени мұра бағдарламасы бойынша естеріңізде болсын. Сол Закария атамыздың әулетінен тараған Амантай әкеміздің ағамыздың немересі Мақсат бауырымыз ортамызда тұр. Мақсат өзін таныстыр. Құрметті ағайын туыс, ассалаумағалейкум қауым. Мен таныстырып өтсем, жаңа Қабақ атаған айтты, Мергеннің Беркінбай әулетінен. Беркінбайдан өзім Қалшатай, Тура, Қоренді Құлсары, Қоренді Жентәрбай, Кәрбайдан Әмірхан, Темірхан, Қапан, Мұқас Табас, осы Қапаннан Хамитбек, Қапан Хамитбек әкеміз. Одан Амантай, сол Амантайдың бір ұлы, Алтай Елтай, ағаларымыз Жан әдеттіміздің ортадан мен келдім, Бақытжан тәтеміз келе алмады, ол кішкене ауыртқа сәлемін айтып жатыр. Анамыз Жансұлу Тотай апаларымыз көзі келе алмады, ол үйде, біз көзі кішкене көріп келмейді. Жаңа осы қалада емес, біз өз қалада Қостанайда барлығымыз. Қостанайда қызмет етем, ғылыми зерттеу институтында научный сотрудник болып қызмет етті. Шынымен бүгін жақсы көп бас қосып болып жатыр, мына кейбір қанасымыз қабыл болсын ағайын. Ал қайдан ағайын? Alhamdulillah Rabbil Alamin. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allah Allah Resulü'ne cezalı mantıklıysın. Berlıklıysın, bilgilisin. Allah Resulü'nü gördüğüm men vergenim oğlum de, men vergenim kızım de tanıp birbirimde izleyip жүріңдер. Бұл өмір өте қысқа. Бұл өмірден ертең өтесің, кетесің, бәрі артта қалады. Тірлікте сыйласып, біріңді бірің іздеп, біріңмен бірің бұрыннан сонда бөліскендер, міне бар бұйрығы солақ. Айналайын жандарым, менің бұрыннан өте қуаныштымын. Берген басқасы, жинас болады дегенде тектендеке жарай беріппін. Содан үйде бағып отырған қызым мені зорға алды. Онда менің бір айтатын арманым бар. Орысша айтып қалам. Мен бір келін келтірмін. Мен жалғызым өлдім. Бір қызым қолына қарап отырмын. Ертең мен өлген осы бәрін басымды қосып, менің
қолдары Жандарым, сендерді арқашан алла тілеуін көзден сақтасын. Өйткені мен сендердің бәрін тілеймін, басқа құрымнан келіп жоқ. Ал енді мен тілейтін сендерге менің жасымды берсін. Бәрімді абыройымды берсін. Мен осы отырған жаман келді, бір күнде отырмайын. Күнде мені келіп бір машина алып келіп, бата сұрайды, қалпымнан айналайын. Ал енді мен жолымды сендерге берсін. Әрқашан бірлік берсін. Менің енді арманым жоқ. Осы басқосуды ұйымдастырған бауырларыма маңда бір рахмат, Алла жар болсын, аруақ әрқашан қолдасын. Және есі қыдыры, пайғамбарым Мұхаммед, қолжайып тілеп отқан осы мерлердің ұлы қызына Алла әрқашан игіліктерін қабыл етсін. Енді жерде әрқашан бақытты, өмірлі, дендерің сау болып, осындай бірлікпен бас қосыңдар, әрқашан әр шаңырақтарында кілем той болсын. Мұғайды осы Қостанай Торғай атырауында айтып жүрген әңгіме бар. Мерген елінің ұраны, әнұран деп аталып жүрген үлкен бір ән бар. Қалай қырқын жаңа батасы жерді. Бәріміз де анадан тудық. Ана тәрбиеледі, ананың әпсімен өмірге келдік. Сол ана туралы жерді бастап айтайық, сонымен барып орнымыздан көтерейік. Оның ешқандай елестік болмас деп ойлаймын. Қайда бастайық. Ал келin бастайық. Сол қолжазбасын онан алып өмірбаян қысқаша көрсетілген. Сол өмірбаянда былай деп жазды, қолжазбада былай деп жазды: мен Абдрахман туралы ізденіс жасауға мұршам келмей қалды, өйткені жалғыз інім Ағыбай жалғыз бала Амантай жастай қайтыс болды деп өсиет жазған екен. Теkin ар жағында фотолары көрсетілген. Бүгінде осы 1944 жылдың күзінде Хорватия елінің астанасы Белград қаласын азат етуде осы Абдрахман Капан әкеміз 28 жасында қайтыс болған белгілі болып отыр. Бұл жөнінде құжат табылып отыр. Ресей Федерациясының қорғаныс министрлігі орталық мұрағатынан алынған көрсетілген. Бұған қоса құжатта көрсетілгендей әкеміздің әскери өмір жолы барлығы көрсетілген. Сонымен қатар, Темірхан, Тәрібек Темірхан әкеміздің де құжаттары табылып отыр. Біздің 25 нөмірде көрсетілген. Онда жазылған отец Кәрібаев Темірхан деп танымаймыз. Яғни әкеміздің Латвия жерінде жерленген белгілі болып отыр бүгінде. Мынау министрліктен алынған құжаттар. Оған қоса Әмірғали әкеміздің де құжаттары табылды. Бұл кісінің де қаза тауып жерленген жері анық болып отыр. Бұл кісі Ресейде жерленген екен.
Biz ona Жүсіпбек Амангелді әкеміз. Мінекей Жүсіпбек туған мінекей Амангелді әкеміз. Мында көрсетілген Ражанов Сапарбек ағасы деп мәліметке көрсетілген алынған деректер бойынша. Бірақ әкеміз туралы бірнеше мақала газет беттерінен шықты және мынау облыстық кітап ұлы отан соғысының жылдары осылардың осыған үлес ауқымды кітаптың берілгеніне 16-шы желтоқсан тәуелсіздік алған күн. Ерекше мәңгілік. Біздің Тереңсай колхозынан отан соғысында 89 адам соғысқа алынған. Сол 89 адамның бас-аяқ қанаттарына соғысқа қайтты. Қалған 88 адамымыз майдан жолда қаза болды. Жаңа мақсат айтқан кездесінде соғыр, мергенде бұндай өнерлерді жекелерген ешқан қос оқуымыз әкеміз. Сабаның сабанымен сабаттың сабағырына көйгісі болды. Оның сыртында біздің соңғы директорлар Отан соғысы басталған кезде Мәңгілік әкеміздің бауыры Нұрмамбет Ишмәденов ерігі орденді капитан командир батальона соғыстың басында майданға алынған, ол да Түркменстан аяғында хабарсыз кетті. Ал оның сыртында осындай жаңағы тарихтың ақтарында беттерін интернеттен уақытын бөлінсе жаңағы орыстарды тауып біздің отанымыз жалғаса жүрген мақсатымыз қолымыздан келгенше біраз деректер іздеп жатырмыз. Бірақ азамат соғысы біздің мерген әулет үшін ең үлкен әулет болған барлықтарыңызды білесіздер. Мынау шежіре деректердің басқасын былай болғанда Татар соғысында ең бірінші процестермен болған Татар соғысында. Айтыс болған оғын берген бір қазақ өмірде деген еңбек майданның мағынасын тапты. Ал оның кім екені белгісіз. Ал кім баламыз